Ертеде бір нулы орманда әртүрлі жан жануарлары мекендепті. Оларды аң патшасы арыстан билеп тұрыпты. Бірде арыстан: «Барлық аңдар алдыма жиналсын» деп бұйырыпты. Ормандағы барлық аң атауы жиналыпты. Сонда арыстан: «Барлығың менің келе жатқан туған күніме дайындалыңдар. Әрқайсыңа жеке-жеке тапсырма беремін» депті. Сол кезде барлық аңдарға не дайындау керегі айтылыпты. Кезек қоянға да жетіпті. «Қоян, сен үстелге құмыраға салып қоятын гүл әкел» депті арыстан. Қоян орманның ішін арлы-берлі кезіп, бірде-бір гүл таппапты. Қайтсын байқұс, өйткені бұл қақаған суық қыс мезгілі еді. Барлық аңдар өз тапсырмаларын орындап, тек арыстанды күтіп тұрады. Арыстан өзінің туған күніне риза болып келе жатады. Бір кезде арыстанның көзі үстелде бос тұрған құмыраға түседі. «Мұнда неге гүл жоқ? Кімге тапсырылып еді?» деп ашуланыпты. Алдына сүмірейіп қоян келеді. Арыстан: «Қоян, гүл қайда?» деп ақырып үстелді жұдырығымен бір қойыпты. Қоян алды-артына қарамай зыта жөнеліпті. Сол күйінде үйіне келіп, есігін ішінен бекітіп, жан-жағына қарап, ешкімнің жоғына көзі жеткен кезде өзінің үстеліне келіп, бар ашуын бойына жинап, «Гүл жоқ!» деп үстелді жұдырығымен бір қойыпты.